Сәлем достар, бүгін сіздермен шоколадный рулет жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және менің каналымды жоғалтып алмау үшін подписаться түймешесін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға дәл осылай 4 жұмыртқамызды жарып саламыз. Жұмыртқаларымызды жарып салғаннан кейін қантымызды саламыз. Миксердің көмегімен жақсылап миксерлейтін боламыз. Біздің массамыз ағарып көбейіп шығатын болады. Ал енді жақсылап миксерлеп алдық. Массамызды алып тұрамыз. Енді құрық массаларымызды араластырып алатын боламыз. Оның бетіне какаоымызды және разрыхлителімізді салып қасықпен араластырамыз. Араластырып дайындап алғаннан кейін қайтадан жұмыртқалы массамызды аламыз және електің көмегімен ұнды массамызды електен өткізіп саламыз. Миксермен бірінші дәл осылай араластырып аламыз. Бірден миксерлейтін болсақ, жан-жаққа ұндары шашырап кетуі мүмкін. Ал енді жаймен миксерлейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап миксерлеп алдық. Енді өшіріп, силикон лопатаның көмегімен шетінде қалған ұндарын жақсылап бетіне түсіріп алып, тағы да бір рет миксерлеп жібереміз. Миксерлеп алдық. Енді бізге сүт қажет болады және сұйық май қажет болады. Екеуін де салып, тағы бір рет жақсылап миксермен араластырып алып, миксерлейтін боламыз. Бірден миксерлеп жіберсеңіздер, жан-жаққа шашырап кетуі мүмкін. Дәл осылай араластырып миксерлейтін боламын. Біздің қамырымыз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай 30-ға 40 размердегі листімізге пергамент қағазын төсеп, дәл осылай барлық жеріне жеткізіп, қамырымызды салып, қызып тұрған 160 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Пісіп шыққаннан кейін дәл осылай шпажкамен тексереміз. Ал енді қамырымыздың ыстық күйінде бетіне пергамент қағазын жауып, аударып алатын боламыз. Қамырымызды аударып алдық. Енді артындағы пергамент қағазын алып тастаймыз. Ал енді дәл осылай рулетімізді ыстық күйінде орап алатын боламыз. Ал енді рулетімізді суығанға дейін алып қоямыз. Біздің рулетіміз суығанға дейін біз кремін жасап алатын боламыз. Ол үшін бізге творожный сыр қажет болады және сахарный пудра қажет болады. Жақсылап миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлеп алдық. Енді сливкемізді құйып, тағы да крем болғанға дейін миксерлейтін боламыз. Сливкиді құямыз және дәл осылай вареный сгущенканы 1-2 ас қасықтай салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің креміміз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай қою крем болады. Мен осындай насадка қолданатын боламын. Кішкене кремімізді салып алып қоямыз. Бізге әсемдік үшін қажет болады. Ал енді рулетімізді алып жайып алатын боламыз. Біздің рулетіміз толығымен суыған. Ал енді кремдерімізді барлық жеріне бірдей етіп жағып аламыз. Достар, менің каналымда бұдан бөлек ыстық тағамдар, торттар, десерттер, салаттардың рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Барлығы сенімді, өзім неше жылдан бері қолданып келе жатқан рецепттер. Ал енді рулетіміздің бетіне дәл осылай капля шоколадтарын жайып салып шығатын боламыз. Пергамент қағазбен дәл осылай жақсылап жаймен рулеттерімізді орап аламыз. Орап алғаннан кейін кремдері сіңгенге дейін 1-2 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Енді 1-2 сағат өткеннен кейін рулетімізді алып, шеттерін алып тастаймыз. Және
Кремімізді бетіне әдемілеп жағып шығатын боламыз. Кремін жағып алғаннан кейін бізге ганаж қажет болады. Ол үшін капле шоколадымызды ертіп аламыз. Жақсылап араластырып сұйық май құямыз. Тағы да жақсылап араластырып алып, бетіне дәл осылай құйып шығатын боламыз. Сонымен біздің рулеттеріміз дайын болды. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Дәмдері өте тамаша болып шығады және қонақ келген кезде де дастарханыңызға қойсаңыздар болады. Сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, және менің келесі шығатын видеоларымды жіберіп алмау үшін қоңырауша түймешесін басып, тіркеліп алыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.